Бүгін біз ежелгі Қазақстанға саяхат жасап, алғашқы адамдардың өмірімен танысамыз. Ежелгі адамдардың ең алғашқы кәсібі аңшылық пен терімшілік болды. Олар табиғатқа тәуелді өмір сүріп, аң аулау арқылы тамақ тауып, өсімдіктердің жемісін жинады. Бұл кезеңде адамдар қарапайым еңбек құралдарын, мысалы, тас пышақтар мен найзаларды қолданды. Уақыт өте келе адамдар табиғатты жақсырақ танып, көшпелі мал шаруашылығын игере бастады. Жылқы, қой, түйе өсіру кең тарады. Мал шаруашылығы адамдарға тұрақты азық көзі болып, көшпелі өмір салтының қалыптасуына ықпал етті. Сонымен қатар, өзен аңғарларында егіншілік дамып, адамдар жер жыртып, дәнді дақылдар өсіре бастады. Ежелгі адамдардың еңбек құралдары мен қару түрлері де жетілді. Олар балта, қашау, жебе, садақ сияқты құралдарды жасап, оларды күнделікті тұрмыста және қорғану үшін пайдаланды. Бұл құралдар адамның өмірін жеңілдетіп, қауымның дамуына жол ашты. Кейінірек Қазақстан аумағы арқылы Ұлы Жібек жолы өтті. Бұл жол шығыс пен батысты байланыстырып, сауда мен мәдениеттің дамуына үлкен әсер етті. Жібек жолы арқылы тауарлар ғана емес, білім мен мәдениет те тарады. Қорытындылай келе, ежелгі Қазақстандағы адамдардың кәсібі, шаруашылығы, еңбек құралдары және Ұлы Жібек жолы біздің өлкеміздің тарихи дамуының маңызды кезеңдерін көрсетеді.